Ал оқушылар, біз қазір Аршалы ауданындағы Жылантас тас шоқысына барамыз. Өскен жерге ұям бәрінен биік Жақсы, бұл тасқа деген сіздің бұрыннан көзқарасыңыз, қызығушылығыңыз болып беді? Бұның тарихы қандай деп ата-анаңнан сұраған бедің? Жоқ. Олай болса, балалар, қазір біз бұл Жылантас тас шоқысының тарихымен танысатын боламыз. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Аршалы кентінің Михалковка ауылдық округіне дейінгі жол шоқылы қырқаға толы. Шоқылардың бірінде таңғажайып гранит тас бар. Ол жыланның басына ұқсайды. Жыланның басы немесе жылантас әрқашан осы жерге барушылардың қызығушылығын тудырады. Ел арасында жылантас жайында аңызы таралған. Жылантас тасынан алыс емес жерде жартастардың бірінің етегінен таза су ағады. Су пайдалы және дәмді. Бұлақ тікелей жартасты жарып ағып жатыр. Тәжірибелі адамдар бұлақтың суын ішкенде адамға күш-қуат береді дейді. Бұл табиғи ескерткіш туралы мынандай аңыз бар. Ежелгі уақытта бұл жерге ат үстінде жас сұлу келіп, жас батырмен кездесетін. Жаумен болған сұралпыл шайқаста батыр ауыр жараланады. Өз күшін жинап, ол белгіленген уақытта белгіленген жерге келеді. Ал қыз кешігіп қалады. Қыз келгенде жігіт жансыз еді. Таудағы жас ару жігіттің жарасын жуатындай су беруді өтінеді. Дәл сол сәтте тастардың арасынан су шығады. Ол бұлақ еді. Бұлақтан шыққан су жауынгерге күш беріп, ол өмірге қайта келеді. Қазіргі уақытқа дейін киелі су ағып жатыр. Тас төбешіктер осындай ғажайыппен адалдықты көріп, ол бұлаққа қарауыл мәртебесін жер қойнауынан шыққан жылан басы Жылантасқа берген. Содан бері Жылантас тас шоқысы жанынан ағып жатқан бұлақ суы пейілі жақсы саяхатшыға денсаулық береді, ал пейілі жаман адамға әлсіздік уәде етеді. Жылантас тас мүсінінің бір ерекшелігі күннің жылуын бойында ұстап тұрады. Ал саясы ыстық күнде салқын самал етіп, жанға сая болса, салқын күнде ық пана болады. Басына, денесіне де ұқсайды. Жақсы, ал бұның түстеріне мән беріп көріңіздерші, түстері қандай бұның? Жасыл. Я, ал алыстан қараған кезде бұл тас кәдімгі шынымен де жыланның аузын ашып тұрған, я, басына ұқсайды екен. Өлең төсегі еш қалаға мүлде теңелмейтін, бәріне де ашып есігін, құшағында мәпелейтін алтын бесігін.